Келесі ән Сараш Қоңырбаеваның сөзінде жазылған Махамбет Түгелбаевтың Елімнің жүрегі Астана әні. Әрине бұл мен үшін орны өте бөлек, ерекше. Себебі елордамыз Астана қаласының биыл 20 жылдық мерейтойы, және бұл әннің де шыққанына біраз жылдар өтіп кетті. Және де ол Елімнің жүрегі Астананы не себепті репертуарыма қосылды? Өйткені мен шетелде көптеген байқауларға қатысып жүріп, өзімнің еліме деген құрметім, елім үшін өнерден болса да бірден бір соның танымал болуына себепші болсам екен деген сондай бір еліме деген патриоттық сезім өсіп, содан осы Астана жайында әнді жазуға тура келіп, тапсырыспен жазылған ән. Менің өзімнің жаныма өте жақын ән. Қабыл алыңыздар, Елімнің жүрегі Астана. Балғынсың жас қайыңдай өстер бетіле, өстер бетіле, өстер бетіле. Жаннаттай жан біткенді ел жеретесің, ел жеретесің, ел жеретесің. Біз үшін жаннат қала сен жер бетінде, сен жер бетінде, сен жер бетінде. Елімнің жүрегі жарқырап жайнай берші, сен Астана өзіңе арналады ән дастаным. Қашанда саған іңкәр менің жаным, жастықтың жалауы бол сен Астана. Аңсаймын, армандаймын пәк жүрекпенен, пәк жүрекпенен, пәк жүрекпенен. Астана жайнардайым мен тілеп келем, мен тілеп келем, мен тілекшінем. Елімнің жүрегі жарқырап жайнай берші, сен Астана өзіңе арналады ән дастаным. Қашанда саған іңкәр менің жаным, жастықтың жалауы бол сен Астана. Жарқырап жайнай берші, сен Астана өзіңе арналады ән дастаным. Қашанда саған іңкәр менің жаным, жастықтың жалауы бол сен Астана.
сені